Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге бар жоғы 2 ғана заттан жасалатын, үй жағдайында жасауға болатын, өте дәмді болып шығатын балмұздақтың рецептін көрсететін боламын. Ең алдымен бізге сливке қажет болады. 33-35% клейгейді мен үй жағдайында жасадым. Ол менің каналымда бар, ссылкасын қалдырып кетемін, кіріп қараңыздар. Ең алдымен біз клейгейімізді, салқын клейгейімізді жақсылап мешерлеп алатын боламыз. Енді оның үстіне біз сгущенканы құямыз. Сгущенканы да мен үй жағдайында жасадым. Оның да ссылкасы бар, кіріп қараңыздар. Енді біз балмұздағымызға әдемі қош иіс дәм беріп тұру үшін азғантай кішкене ғана ванилин қосамыз. Барлығын тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің балмұздағымыз дайын болды. Енді оны мен 2 ыдысқа бөліп аламын. Біреуіне шоколадын көптеу қосамын, біреуіне аз қосамын. Енді міне шоколадты тураймын. Мен Қазақстан шоколадын пайдаланамын. Оны пайдаланудан алдын тоңазытқышқа салып қатырып алсақ, біздің шоколадымыз жақсы туралатын болады. Ал енді екіншісіне шоколадымызды микроволновкада немесе водяной баняда жақсылап ерітіп алып, оған араластырып аламын. Әрине достар, бұлар біз шоколадымыз бұл міндетті емес, дәл осы күйінде қатырып жіберсеңіздер де болады. Мен де балаларым шоколадты жақсы көргендіктен мен соның шоколадын қосып араластырдым. Енді міне дайын болған балмұздақты мұздатқышта 5 сағат қатырамыз. Міне достар, мен қатты ұзақ уақыт қатырған жоқпын. Өйткені жұмсақ балмұздақты жақсы көреміз. Сондықтан, егер сіздер одан да қатты болғанын қаласаңыздар, одан да ұзақ уақытқа қойсаңыздар болады. Енді балмұздақтың бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Менің ардағыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.